өзгеше бүгін шырайлы, шаңырақтан ерекше шуақ төгілді. Биле құдалар, биле құдаша, шаттығымыз шалқысын көңіл жараса. Жас жұбайлар қызығын бірге тойлайық, құдалармен мың жылдық өмір тамаша. Ұлың өссе жаңғырып қоныс көбейсін, қызың өссе сән кіріп өріс кеңейсін. Жарасып тұр сәніміз, бірге әніміз, отырысты осындай қызық көбейсін. Биле құдалар, биле құдашай, шаттығымыз шалқысын көңіл жараса. Жас жұбайлар қызығын бірге тойлайық, құдалармен мың жылдық өмір тамаша. Биле құдалар, биле құдашай, шаттығымыз шалқысын көңіл жараса. Жас жұбайлар қызығын бірге тойлайық, құдалармен мың жылдық өмір тамаша. Биле құдаша, шаттығымыз шалқысын көңіл жараса. Жас жұбайлар қызығын бірге тойлайық, құдалармен мың жылдық өмір тамаша. Биле құдалар, биле құдаша, шаттығымыз шалқысын көңіл жараса. Жас жұбайлар қызығын бірге тойлайық, құдалармен мың жылдық өмір тамаша. Зорлағасыздар, бізден ондай жасамаймыз. Зорлаған жоқ сияқты. Біз үйге барған екен сорлаймыз. Ал енді бір жақтан үлкен екен. Енді мен үлкен. Ал бір айтып жіберіңіз. Ал енді Иә, міне. мен енді сіздер құдағиларыңыздың үлкен әпкесімін. Енді әпкесі болғасын осы жаққа жіберіп жатыр, енді сен бар деп. Өз біздің семьямызда. Ал айта беріңіз апай. Біздің семьямызда қыздарға мен ғана енді мына осылайша бәлен ол соғы болмайды. Медик болғансам бәрін көтере береді деп ойлайды ғой деп енді. Ал енді келген қадамдарыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын, екі шаңырақтың арасында алтын көпір сол үлкейе берсін. Ал енді ақ жол сіздерге, құдаларымыз мың жылдық болсын, той жақсы өтсін, ең бастысы екеуі бақытты болсын. Болды енді қызды бердіңіз, бір ай болды, уже үйрендіңіз, болды. Бірінші қыз береміз ба, екінші. Айтқаныңыз келсін, ал енді алып қойыңыздар енді. Давай. Тойың тойға ұласын, салған әнім қырасın. Әнін берсін сәкеннің, әнін берсін күләштің, туысқандарым. Құда болғанымызға талай болған сияқты болып тұрмыз. Негізі енді жақын құда болып жатырмыз. Біріншіден ниетіміз екі баламыз бар болсын. Дендері сау болсын, үрлі болсын. Өзіміз өстіп, ана алтын көпірді жақында да берсін. Төбемен аман болайық, өстіп, ойнап күліп, тек қана қуанышта болсын. Жігіттер келіңіздер. Ал енді алыңыздар, міне. Al dinle.
қош көрдіңіз. Рахмет. Тек олама не сілейтін тек қана бақытты болсын. Жолдар әрқашан бақытты болсын. Завтра дейді ме? Тойдан мана сен осылай атқарып. Судан бересің шығып. Майды тұр дейді. Тойыңыз той қыласын. Ал алдырайық. Көміз құмған ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашып жұмған ай, бекзаттарым ай, жекжаттарым ай, құда болып ауылыма кеп жатқаның ай. Қарайғанға қараймын қабанға деп ай, қамшылаймын атымды шабанға деп ай, өткеннен де Kuda bolsan şıda, kuda değil, süper munabi. Kuda bolsan şıda, kuda değil, süper munabi. Kalegi, ayya. Haydi. Kalegi komulduk. Ayya. Kudalar kayda kelingizler ortaga. Jigitler kelingizler beri, kudalar. Hayma de. Al endilkenler kudalar, yürümüzde. Ha kudalar. Dingo karay yürümüzde. Kuda beyler yürümüzde. Yigo. Екі ру ел бас қосып жатсыздар. Балаларыңыз бақытты болсын. Енді құдалар. Амин. Міне Құдай молдасын, Қыдыр бабам қолдасын, дастархан бай болсын, қазан ошақ май болсын. Өсе берсін, жан берсін, көбей берсін, мал басын. Әрбір үйге құт қонып, еш жамандық болмасын. Ал енді мына уақыттан ауыз түйіп, шаңырақты әлге табалдырықты аттап, көріп шаңырақты көрсін деген ниетпен қазір ана таныстыруымыз бәріміз ана үлкен жерге барғанда болады. Қазір сіздер мына кішкене аяқ басып көрсін, тұрып атқан баланың қай жыл қандай екенін көрсін деп міне үйге шақырып жатыр. Содан кейін қазір кең жерге барып емін-еркін билеп ойнайтын жерге барамыз қазір. Сондықтан алыңыздар. Осы енді ақ сіздерге қазақтың ырымы салты ақтан ауыз түйіп. Қымыз өте дәмді, бал қосылған, заводской, анау емес, чисто сертификация өткен қорықпан. Ассалаумағалейкум, рахметолла. Мынау екі жастың тағдыры, ойының түсі мынандай Қаракене еліне балаларыңыз есік қағып, есігіне кеп тұрмыс құруға сіздерді құда қылып анада барып, ауылдарыңызға барып қайтқанбыз. Менің жерім осы Жетісу облысы Сарқан районы, бұрынғы Антоновка деген жер, алмасы көп, қазір Қойлық ауылы дейді. Нем ұруым Садыр, енді көбін таратпай қойын, Киік өскен жер Киікбай деген ел боламыз. Атым Қуашбай, мына Еркіннің атасы болады. Мына балаларыңыз енді күйеу бала болды ғой, ол жақан. Ол маған жиен болады, қыздан туады. Енді келген қадамдарыңыз құт болсын. Мына бізге түскен, мына шаңыраққа келген, енді екі жаққа маған да, Еркінге де,
Ana ayıp. Mene osıdan Diler. Әкең неше жыл болды қайтыс болып кеткен? Ұмытып қалдым. Әкең ай? 5 жыл болды. 5 жыл. Әкесі құда 5 жыл болды қайтыс болып кетті ол дүниеге. Енді ол кісінің жатқан жері иманды болсын. Мына Шаңырақтың Еркіннің әкесі, мына кісі шешесі, анасы Еркіннің. Менің жолдасым. Жаңа шашын шашқан. Ана күні барған. Аты Өмірзақ. Өзі композитор Мұқан Төлебаевтың қарындасы. Ана пойызбенен Алматыға кетіп бара жатқанда етегін тартып алып қалғам. Енді көп сөйлемей қойып, келген жолдарыңызға, мына біздің Шаңыраққа келген жолдарыңызға, қадамдарыңызға құт болсын. Баламыз, келген баламыз өмір бақи осы Шаңыраққа кіріп, осы Шаңырақтан ана адамды алмайтын дүние жоқ. Мен де кетем, басқа да кетем, бай да кетем, бар да кетем. Сол ана дүниеге шейін осы Шаңырақта мәңгілік болсын. Мәңгілік болсын. Енді аумин. Айтқан Қадамдарыңызға Алланың нұры жаусын. Екі баламның тіккен шаңырағы шаттыққа толсын. Іші жанға толсын, сырты малға толсын. Екі баланың бақытты болсын. Өмірлі шүбірлі. Еркіменен Райгүл немеле шөбіре сүйіп, біздің жолымызды білсін. Арты сіздерге құт болсын, алды бізге құт болсын. Екі балам бақытты болып, не тілеген тілектерін Аллам берсін. Бүгінгі ел ішінде дәстүрді жалғастырған татулық белгісімен жағалай малдас құрған. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Анаға ақ бейілмен иілсе келін балан, ықылас ізет еткен сыйластық елін табам. Ей менің асқар тауым, қазақы дастарханым, өзіңсің бақ берекем, ақ қайнар бастауларым. Ей менің асқар тауым, қазақы Құдалар биле
ассалаумағалейкум халқым менің, ақтарған кең даланың алтын кенін, қуанышқа дүбірлі той жасайтын, ежелден келе жатқан салтың сенің. Қазағым кең жайлауды жайлаған ел, желіге асау құлын байлаған ел, қуанышқа дүбірлі тойын жасап, ән жырдың қызығына тоймаған елде бір қол соғайықшы керек. Бәрекелді, қымбатты да қадірлі қонақтар, бүгін міне Жетісу облысының орталығы Талдықорған қаласында міне Еркін ағамыз бен Райымгүл ханымның шаңырағында Ақтөбенің қарында жарылған күн. Бір балалар екеуі болып, Құдай қосып алыстан құда келіп жатыр. Төрге шығып атсыздар, құтты болсын. Баталып малын арнап сойдырған үй, табақ-табақ ет тартып тойдырған үй, ағайын туысқаның басын қосқан, құтты болсын тойымыз, той қылған үйде. Әдептен озбай, уақыт созбай, білесіздер, осыдан кейін үлкен тойымыз бар, оған да жаңағы үлгеруіміз керек дейді. Ендеше біз қазақ болғаннан кейін, мұсылман болғаннан кейін, әр дастарханымызды батасыз ашпағымыз. Дейді екен, батаменен ел көгерер, деген бар жауын менен жер көгерер. Амин деп қол жайып ақалайық, осы дастарханға төрде тұрған Қуанышбай аға. Амин деп баталайық. Ал, амин, отыр. Ассалаумағалейкум, рахметулла, бүткіл барша халыққа, барша құда-құдағиларға сәлем бердік. Ал енді мынау Олжаспенен келін баланы аты Аружан ғой. Келін Аружанға бата берейік. Мынау асымызға, бақыт берсін басымызға. Өденедей жорғалап, қырғауылдай қорғалап, қыдыр болсын қасыңызға. Денсаулықтар бұлардың жол болсын, дұшпандары құл болсын. Қара қазандар қайнап тұрсын, бұлбұл құстар оң жағынан сайрап тұрсын. Қазақстанымыздың жақсы азаматы, азаматша боп, еркімен Райымгүлдің босағасында қарадамалап, жорғалап жүгіре берсін. Амин, Аллаху акбар. Айтқанымыз келсін. Еркін аға екеуміз бір коллективте жұмыс жасаймыз. Бұл кісі Талдықорған Ильяс Жансүгіров атындағы педагогикалық университетінде ғалым адам, профессор, доцент, талай шәкірттер дайындап, міне қазір бала үйленіп керемет бір қуаныш жасап жатыр. Осы қуаныштың осы құдалық тойын басқар деп маған айтқанға мен де марқайып жатырмын. Осындай ғалым адамдармен бірге жүргенімізге де бір қол соғып қояйықшы керек. Өскен өнген әулетсіздер, мен білемін, қазақпыз, бәріміз той жасап жүрміз, келін алып, қыз ұзатып жүрміз. Тойға барарда білеміз, ең сүттің бетінде қаймақтарына келеміз. Сондықтан да бүгін құда мен құдағидың шашбауын көтеріп беріп отырған құда-құдағилар таныстыратын сіздер жақтан кім екен? Келіңіздер. Ассалаумағалейкум. Атыңыз? Марат. Марат аға деймін ба енді, мәке, енді мынау келіп жатқан қонақтарыңызды жүздің түрін білгенше бірдің атын бір дейді, кім екен, қайдан екен. Мынау қазақтың сұрасатын жері құдалықта екен. Қалған кезде бәріміз бір қазақпыз. Құдалықта ғана жеті ата деген бар, соны білуіміз керек. Сондықтан да құда болғанша сұрас дейді екен, кім екен, қайдан екеннен кейін. Құда болғаннан кейін құл да болса сыйлас дейді ағайын. Міне бүгін құдай қосып құда болып жатсыздар, ал таныстыруды бастаймыз. Ал енді біріншіден құдалардан кешірім сұрап отырмын. Сіздер құда болып келгенде өзім кішкене ауыр болып отырдым да, болмайға жөнді нетіп өтім да, байқадыңыздар ғой. Енді кішкене нетіп отырмыз. Құдаларыңыздан айтып келсе Қуат пен құдағиларымыз Сандуғаш. Бұлар өздері Котжан төрт апасы бар, бір бауыры бар көкесі.
Sandavaş'ta 11 ағайынды 5 қыз ғой да? 5 ұл, 6 қыз. Ал біріншіден бастап Қуаттың үлкен апасы Алия деген. Енді мақұл бұл Алимадан келгенде біз сол жұбайым екеумізге берген мынаған ие болды. Сол Қуатжан біздің қолда өсіп, өзіміз үйлендіргенбіз Сандavaшқа. Ал жаңа айтып отырмын, үлкен қайнапамыз бар, апасы Алия. Қазір енем қайтыс болғаннан кейін төше деп жүрміз әді. Мен төше дейтін. Бажам жолдасы қайтыс болды өткен, Тұрарбек деген бол. Екінші апасы Алия. Оны ұзақ деген бажам болған, о да иманды болып көтті. Содан кейін одан мен алдымда менің құрдасым бар, Айман деген ол ауырып қалыпта, бажам бар ол түрі, ол келемай болды. Содан кейін менен кіші болса да қайнаған болады, Қуаттың ауылындағы Қуандық деген. Ол енді тоже ауырып қалып келемай отыр, соң қасында мында жұбайы отыр, Гүлзада деген. Содан кейін жаңа құдағи жақтан айтып отырмын ғой, 11 ағайынды әрбір адамның өзі бір жағдайлары болып қалады. Әйтпесе негізі құдаларды келебекші болған, Алматыдан, Талдықорғаннан бір жағдайлары болып қалды. Сонымен Гүлзадан Сандываштың апасы отыр, Салтанат. И Сандываштың көкесі Болатбек. Енді құда болғаннан кейін шыда дейсің ғой, құданың құдағайы сарқыстың несі дейді. Мына құдағайды таныды, жақсылап танысыңыздар, жақсы билейді, сізбен талай дастарханмен отырасыздар. Құда мен құдағайының құдағайы Жанна деген. Бұл кісі қыз алып отыр. Мен ана жолдасым бар, Шолпан апасы, Қуаттың апасы, Шолпан деген менің жолдасым. Ал енді сіздердің бас құдаларыңыз енді көрмегендер көріп алыңыздар, Қуатжан деген Қуат. Әлімбай оға Қуат. Құдағиларымыз, енді құдағай дейді, Сандываш деген. Қазір тағы келсе тағы таныстырамыздар, 4 адам тағы келді көреді. Менің алтын құдаларым, қадамдарыңыз құтты болсын. Екі баламыз береке білгеннің тамағының арқасында 3 жігіттің арасында алтын көпір салсын. Енді мен өз әулетімді таныстайын. Анам Зылиха. Атам Қуанышбай Ақсақалдан. Енем Өмірзақ. Енем Ардақ өлкеде болды ғой. Ар жағында отырған Дидар інім, келінім Гүлжан, бауырым Мәулен, келінім Самал, келінім Фарида, туған келіндерім осы. Дәурен деген бауырым бар, олар келмен қазір. Ар жағында отырған мына менің класстасым қайғымда темірсіп бүкеткен 1977 жылдары түлектері Елхан, Қасабай Батырдың ұрпағы. Ар жағында отырған менің сыныптасым Мырзахан. Міне Қайым мен Рабиға. Қайымына кім? Үстем. Кімнің? Ол жақтың арзанда бөліндері. Аттанбай тоғыстан. Елдің әліне Нұргүл кем. Мына несі? Балғызым мен Нұргүл. Қызым Ботагөз. Өзімде еркін айыплы боламын. Қазір келді сау, құдағи қазір келеді. Құдағиларымыз қазір келеді.
бергенде ал құдалар илахи аумин. Аумин. Құдай молдасын, еш жаманшылық болмасын. Дастарханға байлық берсін, денімізге саулық берсін. Осы екі балам көтерген шаңырақтары биік, босағалар берік болсын. Аумин. Аумин. Амин. Тілек айтсын ортада екі жастың аталары, апалары дей отырып, Зелиха дедеміз бастаған Қуанышбай аға, Өмірзақ анамызды қошаметпен ортаға шақырайық кішкенекей. Келіңіздер. Ассалаумағалейкум, жиналған қауым. Баршаңызға келген аяқтарыңызға Алланың нұры жаусын. Екі бала бақытты болсын. Тіккен отауларының шаңырағы шаттыққа толып, іші жанға толып, сырты малға толсын. Баланың сізде жаққа, о жаққа құт болсын, келген аяғы бізге құт болсын. Үбірлі шөбірлі болып, біздің жолымызды берсін. Шапала құдай, кәнекей. Ассалаумағалейкум, тағы рахметолла. Мынау қайталап отырмыз. Мына Олжастың тағдырын әлі қазақта үш жұрт болады дейді ғой. Өз жұрты, қайын жұрты, нағашы жұрты дейді. Мен сол Олжастың нағашы жұрты болып келемін. Тағы да атап өтемін. Атым Қуанышбай. Мына қырғын соғысты тоқтатқан жігіт екен. 45-ші жылы. Тоғыншы байда. Сондықтан атымды Қуанышбай деп қойыпты арымда. Ай, шапалар. Құрметті құдағайлар, анада сіздердің босағаларыңызды, есіктеріңізді, жан-жақта жүрген жерлеріңізді, басқан жерлеріңізді, мен вообще сол үштөбенің өзім туып өскендей жігітпін. Жүргізуші болып істеген, үштөбеге мал апарып, жан апарып, сол жерде жүріп өскен жігітпін. Енді екі балам бақытты болсын, құрған шаңырақтары биік болсын, төлдерінде жаңағы айтқандай қара дамалап жүгіріп жүре берсін. Мәңгілік бұда тоқпалы еркіндің босағасынан кетпесін. Аумин. Аллах акбар. Құрметті бүгінгі қауым жиналған екі баланың қызығына. Біз Сарқан районы Антоновка жерінде тұрамыз. Мен өзім Мұқан Төлебаевтың нағашы жиені болып келемін. Менің нағашым болып келеді Мұқан Төлебаев. Мына екі жастың енді қосылған той құтты болсын, бастары әмсе биік болсын, жүрген жерлеріне гүл бітсін, біз сияқты көп балалы ана болсын. Мен өзім көп балалы, мен 12 баланың анасымын. Алтын алға иегермін. Мен шалым мынау жаңғыз, сол жаңғызды көбейтейін деп баланы көп туым ғой. Сол сияқты осында отыр, мен үлкенім доктор болып істейді, қызым. Одан кейінгі қызым Кенжесін айтсаңыз. Кенжем журналист Астанада. Мен бәрін атамай қойып жарайды. Арау отырған қызым мұғалім болып істейді. Бәрі мына шалдың арқасымен оқытқан, жұмысшы шофер болса да, 12 баланы асырап, өмірге әкелдім мен. Осы көмегіменен осы шалға көп рахмет айтамын осы уақытқа дейін. Балалардың бәрін оқытты, біреуі де қараңғы емес, бәрін осы мәселеге жүргізіп осы оқытқан бәрін. Мен өзім ата мен ененің қолында тәрбиеленген адаммын. Сол кісілердің жетегіменен өстім.
балаларым барлығын сол енем бағып берген. Мен бір баламның жайлығында жумаған адаммын. Сойдың ерке қызы сияқты болдым мен, келін осында. Ол кісілердің жатқан жер жайлы болсын. Енді мына Олжастың алған келініне біздің жолымызды берсін. Біз сияқты көп балалы болсын. Басқа не айтамын енді. Аман болсын, дендері сау болсын, өмірі қызықты болсын, жүрген жерлеріне гүл бітсін. Мен айта берсем көп өл. Болады, ойбой, болады. Болсақтағы жаңа таныс, жүрсек далаға қайықтар. Қошқар қиял кет тауалар, үйірмашы аяққа. Самал болар толған қырға, айдың шалқар көл беті. Сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбеті. Сәулем мені ойландырған, сенің жарқын келбеті. Жинадың сен маған сеткенің қостарын себебі көңілімді көктемдей өзіңнен дамиған есейіп кетсем де мен саған сәлемін көңілімді көктемдей әлемнің асылы әлемнің байлығы сыйлай кеш мені сыйлай ай күні қолыма түспеді. Құдағи кімдер? Үлкендер келеміз. Көзім ұрғандар көңілім сені қалаған көрінбей қалсың жанымнан сені іздеп жаным сағынған. Өстіп, төрде дастархан жайып отқандымыз. Құдағи мұнда отырып ғой, біз құда көрінбейді, құданы іздеп жатырмын да. Ал енді дастархандарың бай болсын, шағаттарың биік болсын. Мына құдағымыздың алтын көпір салынып жатыр ғой. Сол алтын көпір құтты болсын. Балалар бақытты болсын. Өзіміз ішпеген деген сөзді қайдан таппайтынын білмейміз отырмын да. Шу керек сол үшін. Жақпайды болсын. Айтыңыздар. Ал енді құрметті құдалар, бүгін басымызды қосып отырмыз бәріміз, енді анық құда болып жатырмыз. Мына бүгінгі тойымыз берекелі болсын, мерекелі болсын, екі жасымыз бақытты болсын. Сіздерге біздің қыз тек қана жақсылығын көрсетсін, сіздердің ұлдарыңыз бізге жақсылығын көрсетсін. Сөйтіп, жаңа айтып жатыр ғой, алтын көпір деп. Сол, құдалық 1000 жылды болсыншы. Құрметті құда-құдағилар, үлкен рахмет бізді күтіп алып осы төрге шығарып жатқандарыңызға. Бәрінен де осы отырған ақжаулықты аналарымыз аман болсын, бата берер аталарымыз аман болсын. Әрқашанда осындай үлкен дастарханында басымыз қосылсын. Енді екі баланың арқасында қыз деген өріс дейді ғой, міне қыздың арқасында өрісіміз кеңейіп, міне сіздердің шанақтарыңызға, төрлеріңізге келіп жатырмыз құдалыққа. Балаларыңыз бақытты болсын, махаббаттары мәңгілік болсын, әрқашанда екі жаққа тек қана қуаныштарын, қызықтарын көрсетсін. Жаңа 1000 жылдық деп жатыр ғой, 1000 жылдық құда болайық, алтын көпір салынып жатыр, осы алтын көпіріміз бұзылмай мәңгілік болсын, екі баламыз бәрінен де бақытты болсын, барлықтарыңыз осы дастарханда отырған денсаулық тілеймін, денсаулық болса барлығы болады. Амандықта, жақсылықта
ана басымыз қосыла берсін. Ал енді құрметті құда-құдағи, бүгінгі енді мына төрге дастархан жайып, төрге шығарып атқандарыңызға рахмет. Енді жиналып отырған себебіміз екі баламыздың бақыты үшін, екі баламыз бақытты болсын. Бағаның бері тілектер айтылып жатыр ғой, сол тілектер Алланың құлағына шалынып, тек қана жақсылық болсын. Құда 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық дейді. Осы отырған көпшілік барлықтарыңызға тілейтін жақсылық, амандық, денсаулық, тек қана жақсылықта кездесейік. Кетті құда-құдағи той иелері, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, екі балаларымыз бақытты болсын. Аружан қызымыз балдай сұмыр судай батып, сіздерге жақсы келін болып, өте бақытты ғұмыр кешсін. Олжас екеуі көтерген шаңырақтары биік болсын, босағалары берік болсын. Оларға тілейтін тек қана жақсылық қана тілеймін. Бүгін біздің төріміз құтты болсын. Рахмет сіздерге төрге шығарып отқандарыңызға. Осы балаларымыз көтеріп отқан шаңырақтар биік, босағалары берік болсын. Дастархандар тек қана тойға жақсылыққа жайыла берсін. Балаларымыз алдымен бақытты болсын. Бақытты болса біз де бақытты боламыз. Тек қана жақсылық болсын, жұмыстар алға басы биіктен көрініп отырсын. Сіздерге жемісін жегізсін. Сіздер де шапқылап жүгір жүре беріңіздер, аяқ қолдарыңызға дерт бермесін енді. Алтын көпіріміз, құдағымыз 1000 жылдық болсын, күйеу бала 100 жылдық болсын, тек қана жақсылық болсын. Біздің қызымыз енді жаман емес, олжасымыз да жаман емес енді. Адам бір көргеннен адам белгілі болады дейді ғой енді. Сол екі баламыз бақытты болсын енді. Бәрекелді қандай тамаша. Кеудемді қуанышқа толтырасың, асқар тау болып сен тұрасың. Арманның биігіне құлаш ұрсам, алдымда асқар тау болып сен тұрасың. Біздің қазақтан басқада жоқ бұл дәстүр. Сондықтан да алдарыңызға құда болдың ба? Төс қақтар жедің ба, төс қағыстың ба дейді. Ендеше сол төс қақтарды әкеліңіздер кәнекей. Здоровья.
Енді жаңайын мен ортаға бүгінгі той иесі Еркін ағамды шақырайын деп тұрмын. Айтқанына айтпай тұрып еркекпін. Тастан соң сен керексің дегенде берген ай тағдар үй бермейді деп қояды. Ал қасына тұрыңыздар. Құданы. Ендеше қазір біріншісі барасыз. Құданы тура бар ғой, өлтіріп билетіп алып кіресіз. Жіберсін музыканы. Сондықтан да Құдай қосып міне құда болып төрге шығып жатсыздар. Біз қашан да қонақ сыйлаған халықпыз. Сондықтан да құдалардың тілегін тыңдайық кәнекей. Ал енді бөтен адам жоқ. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Осы жерде бәрі құда, құдағи. Мына жиналған себебіміз міне құдам, құдағи екеуі жастарға міне той жасап отыр. Онда рахмет, бізді төрге шығарып, не демеймін. Екі балыма тек қана тілейтін жақсылық, бақытты болсын, қайда жүрсе жолдар ақ болсын. Адам баласына жаманшылық тілемейді ғой. Енді ол жаста өзім балам болды міне. Мен өзім 3 бала едім, 2 қыз бір ұл. Үлкен қызым тұрмысқа шықты, Ерік деген балам болды, 4-ші. Оны енді Олжас 5-ші болды. Иә. Өзім бұрын ойлайтын, Бауыржан деген ұлым бар кенже. Екеуміз ғана деп. Енді біз қанша уақыт? 4 ұл, 3 қыз болды. Ал енді 4 қыз, извиняюсь. Бәрі жақсылық болсын. Осылай үлкендеріміз аман болсын. Шапалақ рахмет. Сөйлегенге жоқ едім қой. Не деймін, 2 жасқа бақыт тілеймін. Менде бақыт, ұштамдық, денсаулықтар мықты болсын. Енді бұйырса келесі жыл шілдеханада отырайық. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, үкіліп өсірген қыздарын қонақ жерінен өз елінде шығарып салған ата-ананың тілегіне бір қол соғайық кішкенекей. Енді бір балалар екеуі болып, қуаныштары қойнына сыймай жатқан ата-ана былай дейді. Құрметті құдағайлар, шыққан тойларың құтты болсын. Осындай береке бірліктің, ынтымақтың арқасында, бауыр туыстың, ағайын туыстың арасында 2 жас бақытты болып, арман тілегіміз орындалып, 2 бала бақытты болып 100 жасайық, біз 1000 жасайық. Сол әрқашанда береке бірлік, ынтымақтың арқасында 3 жұртымызда аман болып барлығымыз береке бірлікте ынтымақта болайық, бақытты болайық, бәріміз еңбегіміз жазсын, жүкте көріңіз. Шапалақ ұрпақ. Енді келін алып қол ұзарып
Қолыңыздарды қойып алда қарай созыңызшы қолыңызды, екі қолыңызды. Созып тұрыңыз. Ойпа, қолыңыздарға сондай жеңіл қысқарқапты. Келін алдың қол ұзарды ма деп, бір ападан сұраса апам айтады дейді, ұзарды деп. Қалай ұзарды десе, менің қолымның ұзарғаны сондай, келіннің алдындағы шайды өзім құйып ішетін болдым деген. Сондықтан келінге келін болсаң жаңасың дейді. Бүгін міне мәз болып отырған Райгүл ханым былай дейді. Құрметті құда-құдағилар, алған төрлеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, екі бала бақытты болсын. Енді Жетісу өңіріндегі Үштөбе екі ортасымен алтын көпір болсын. Сіз біздің сыйласымыз таусылмасын. Сол екі бала бақытты болсын, дендері сау болсын, көтерген шаңырақтары биік болсын. Басқа не дейміз? Бақытты болсын балалар. Қошемет қайда? Ал енді екі құда алдыға шығыңыздаршы. Бір-бірімізге қарап тұрамыз. Мынау көпшілік дейді Құдайдан бір жас кіші. Сондықтан да көптің алдында екі құда төс қағыстырып, бүгінгі құдалыққа мөр бассын. Кәнеке келді. Шапалақ кәнек. Рахмет. Міне құда дейді, тұра тұрыңыздар жіберді ма? Құда дейді, төрт ағарыптен тұрады екен. Қ-ұ-д-а, құдайым, ұдайы достастырған адамдар деп құдаларға бір қол соғайықшы керек. Орындарыңызға. Ал екі құдағи алдыға келеміз. Бәленің бәрі осылардан басталады деп қояды дейді. Бір-бірімізге қарап тұрайық. Мен айтпаймын әйелдерге құдағиларға төс қағыстыр деп. Бұл кісілер беттерден қаншаға түссе, сонша немере болсын дейді. Бола ма? Шапала барады, кеттік. Біреу, екі, беттен тиеміз. Алдығы болды. Келіңіздер. Міне, құдағи деген осындай болу керек. Қызың, құдаң құрдасыңдай, құдағиың сырласыңдай, шын досыңдай болсын дейді. Құдағи деген білесіздер ғой. Қыз бен ұлды дайындайтын арнайы ғылыми институт дейді. Көрдіңіздер ме? Осы институттан шыққан балалар жаман болмайды. Сондықтан да ұзағынан болсын. Орнымызға келейік. Кішкене алдыға жүрді, кетіп біріздір ғой. Ал енді қымбаттына қадірлі қонақтар айтамыз. Ер аға, суын ішкен Қаратал бұлағынан, келін алдың киіктің ылағынан. Олжаспенен Аружаннан айналайық, Жалайырмен Найманды құда қылғанда бір қол соғайықшы керек. Міне, осы екі баланы сіздер қосқан жоқсыздар. Бірінші Алла тағала содан кейін екеуінің махаббаты. Қазіргі жастарға ақыл айтпаймыз, олар бізге ақыл айтады. Сондықтан да бақытты болсын, бақытты. Олардың бақыты сіздердің қолдарыңызда. Екі жақтату болса, олар ешқайда кетпейді. Сондықтан да той қыласын. Бай мен бай құда болса ортасында жорға жүреді. Кедей мен кедей құда болса ортасында дорба жүреді екен. Сіздердің орталарыңызда жорға жүрсін, қанжығасында толы-толы дорба жүрсін деп бір қол соғып қояйық. Құдайым бақыт берсін несібіне, күнде бақ келе берсін есігіне. Ағайымның айтқаны қабыл болып, қошқардай қосыл келсін бесігіне деп тағы бір қол соғып қояйық. Ал енді ераға бүгін алған келінің бүйтіп айтады біреулер, мен келінім демеймін, қызым деймін деп қояды, өтірік айтпасын. Келін деген атаққа лайық болу керек. Бүгін алған келініңіз бала келін болса, ертең ана келін болсын, енді бір 50 жылдан кейін сіздің әулеттің дәулетін көтеретін дана келін болсын. Бауыржаннан сұраған екен, Момышұлынан, сіз батырсыз ғой дегенде, жоқ мен батыр емеспін деген. Батыр деген мына төрде тұрған аналар, мына қыздар деген. Неге? Ата-бабасы көрмеген жерге барып, сіңіп, сол әулетті өсіріп, өндіріп, сол әулетте дана болған сол батыр деген. Сондықтан келіндеріңіз сондай батыр ана болсын деп бір қол соғайық. Ал енді әркім өз құдағиымен билесін, жарайды? Кеттік, ал жібер. Жібер. Ал шықпаймыз ба? Ал келеміз. Кәнеке. Қыздар жинау, күндер думан ойынмен
келеміз. Тағы кім дедіңіз қалған? Бәріміз ортаға келейік, кішкене билеп. Ай бәрекелді. Екі-үш кісі келеді дегеніміздің ішінде сіздердің құдаларыңыздың үлкен қызы Анелия деген. Мына құдалардың келіні болды. Мына жолға біздің балдыз қуаттың бауыры, көршісі, жолдасы Манас деген жігіт қасында тұрған жұбайы Меруерт. Ал енді біз қашанда құданы құдайындай сыйлаған халықпыз. Айтады ғой, жаңа құда жаңарал, ескі құда генерал дейді, рас па? Енді міне осы сіздердің арқаларыңызда бұл кісілер көтеріліп генерал болып жатыр екен. Құтты болсын. Құдағдағы құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Шүкеге мен Талқұрғанға осы балаларымыз алтын көпір салып жатыр. Мықты болсын. Екі жас бақытты болсын, екі жаққа сыйлымды болсын. Құдай қосқан құдалар дейді ғой, құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Күйеу балаларымыз 100 жылдық болсын. Тек қана жақсылық болсын. Осы үлкен аналарымызға, аталарымызға тек қана денсаулық тілеймін. Сіздердің жолдарыңыз бізге берсін. Тек қана жақсылық болсын, бәрімізде той болсын. Тек қана тойға жиналайық. Заманымыз тыныш. Тек қана жақсылық болсын. Құдай. Ал енді құрметті құда-құдағилар, бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын, екі жас бақытты болсын, тек қана сіздерге жақсылығын көрсетсін, 1000 жылдық болсын құдалық, үйдегі үлкен кісілер аман болсын, тек қана осындай дастархандарыңыз қуанышқа жайылсын. Айтыңыздар. Ал енді аға тәте, бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Рахмет осы бізді төрге шығарып сыйлап жатқандарыңызға. Біздің Аружан бақытты болсын. Олжас пен Аружан бұйыртса келесі жыл шілдеханада кездесейік. Болдың ба, құйрық бауыр жедің бе дейді. Ендеше сол үлкен құдаға деген берілетін сый сияпат әкеліңіздер кәнекей. Power,
дейді. Міне. Мынау құйрық бауыр деген білесіздер, қазақ деген қандай ғұлама елміз. Достары, класстастары келіп отыр екен ордаға. Шапалақпен қошаметпен билетіп шақырайық кішкенекей. Өнерді шетінен атақты кісілер. Мен мына Әлхан ағаның өзін айтайын. Бұл кісі осы музыканың майын ішкен адамның бірі. Енді оны сіздер өздеріңізді танитын шығарсыздар. Бәлем бай жыл осы кісі осы өнерде жүрген адам, өзі композитор, өзі әнші, биші, күйші, айта берсең таусылмайды. Қасындағы кісілер де мені қорқол емес, осы кісілердің бір тамаша тілегін қабыл алайық екен. Ассалаумағалейкум, жамағат. Бүгін міне құдалық болып жатыр. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Еркін мен Райымгүлдің шаңырағында үлкен той болып жатыр. Құдай қаласа кешке жақын үлкен тойларымыз басталады. Осы тойға жеткізген, бізге автор болып отырған ұлдарымыз бен қыздарымыз, яғни Олжас пен Аружан. Біз уже Аружанның сіздер әгі жібергенде чайын ішіп алдық, тексеріп ұстадық. Класстастар барып түгел өтіп, біздің көңілімізден шығып келініміз өте бір керемет. Жаңа сіздерді көргенде қандай жақсы, міне мамасы, папасы, сондай жақсы кісілер екенсіздер. Осы мәңгілік жақсылық болсын, ортамыз құдалығымыз 1000 жылдық болсын. Біз енді Найманыстан, сіздер Жалайырыстан өте бөлінбей біз осы бір біз енді сіздер өзі сол білесіздер ғой, сол біздің жаққа кіріп кеттіген, сондықтан тиіспеңіздер, қорқақпыз өзі жай жер сіздердікі. Ең главный Олжас пен Арка бақытты болсын. Екі бала да жас емес қой, орындарын тапқан, қызметтері бар екен. Солардың бақытты болған тілейік, аман болайық, бәрімізде аспанымыз ашық болсын, ел іргесі жақсы болсын. Ал енді мына құдаларыңыз еркін туралы кішкене мәлімет берейік енді шама келгенше. 1960 жылы 11 ноябрьде бұрынғы Талдықорған облысы, Андреевский район дейді, орысша болдық, біз орыс ауылын өстік та. Сол жерде Гриновка деген село болған, қазір аты Үшбұлақ, қазақ тілінде. Сол жерде дүниеге келген әкесі Әйіп деген ақсақал, сол керемет не болған яғы, Путилище совхозында чабан болды. Қошқар өсірді ғой деймей, қошқаршы болды. Сондай ағы совхоздың өзінде сондай бөлінеді екен. Жай қойшы мен қошқаршының должности жоғары болады екен. Байқадыңыз, жылқышы деген керемет қой. Сол сияқты қойдан да бөлінеді екен. Соны баққан кісі Айып атамыз осы кейінгі кездер кетіп қалды енді, бірақ артында осындай ұрпағы қалды. Мына еркін сол бізбен оққан 60 жылғы бірге бітірдік. 1977 жылы Гриновка орта мектебін, 78 жылы әскерге кетті. Біз Королевский войска дейді, білетін шығарсыздар бұрынғы кезде. Сол жаққа барып жүрсек, біздің еркін морфлотта жүр, Тихоокеанский, подводник. Астапыралла, апамыз Риха бір конвертпен хат келетін естеріңде ғой. Соны алып, мен Гагарин көшесіне тұрып, бұл кісілер кооператив көшесінде. Кел Берілхан дейді, мына еркіннен хат келді, ішінде саған арнап ән шығарыпты дейді. Ақындығы бар ғой бұл кісінің. Сонда 8 жолға бір бетті жазып, конверт семіз, обычно біз бір беттен күйт жазасыз ғой. Мұнда толық жұмсақ конверт жіберген. Айбатты толып, апа барып қойап, құдай сау. Апа жылай, еркінен Тихоокеанға кім ойлап жүр? 2 жылда қайтып келді деп жүрсің, ұшуға бірақ кет. Содан ерекең мына Каспийдің жаңа география факультетін бітірді, Алматыда 86 жылғы желтоқсан оқиғасының белді азаматы. Сол кезде қуғынға түсіп, КНБ Богусанов, Сарбөктер деген неміз бар әгі. Жаңа совхоздың Қытаймен арқан кергенде естігендеріңіз бар шығар. Тура сол жерде әкесі отырды. Сол жаққа қашып кеткен ғой.
енді 86-та қиын болды ғой жағдай. Соның курста бұл бір курс академический алып, ақыры сол мамандығын тәмамдады, бітірді. Құдайға шүкір, қазір Жетісу мемлекет университетінің география жағынан сол профессор барлығын алды. Бұл кісі де бар жоғарғы неге келді. Енді мына Әділхан бұл композитор тоже бірінші класста бірге оқыды. Өз ауылымызда жаңа орыс ауылы деп тұрмын. Орыс ауылда екі керемет қатқан тағы екеуі бар. Олар кешке тойда болады. Керемет қазақтың азаматтары шықты. Мына кісі 100-ден арта сондай өлеңдері бар. Қазір көрсетеді. 700-ден. Біз білетін 100 қойды. Ол мақтана береді енді. Біз ол мақтанған көтермей қалсық ше. Класстас болғаннан кейін сол ғой. Міне сондай жағдай болып жатыр енді. Құдалықтарыңыз 1000 жыл болсын, жақсылық болсын, аман болайық. Райымгүл біздің ане Қуанышбай ата, ол кісі де 80-ге келіп қалды ғой деймін, 81-де. Қария ширақ екен, осындай болып дүз жасаңыз. 2007 жылы атамыздың үйіне кіріп 30 жылдықта келе жатыр. Үй сап жатыр екен. Содан төкен кетіп қалды, марқұм болып кетті 9. Ол да өткілет арақ ішеді ғой енді, арақ ішеді. Біз жаға солай орысша болғаннан кейін самогон, арақ, там бәрі бір ашқа дейді іше береді. Атаға келіп, жаңа айғырғымыз дейді. Бұл немен еді айғырғымыз? Канистрде жоқ ол кезде, қазіргі сияқты жоқ біз ғой. Соған толтырып айғырғымыз алып, соның ішіне арақ қосып жіберген ба, білмеймін. Бір қызық болған, ата, солай ғой. Есіңізде ме? Мен зар өлемін, іше алмайым да, ешкім кеп тұр бірақ іше алмайым. Еркін Рая, соғы төкен марқұм болған жолдасым болды, сондай бір қызықтар болады міне. Одан кейін Еркіннің 50 жылдығында бір көрістік өтірік айтпасам тойда 50 жылдығын жасады сонда. Сол, енді рахмет құдалар. Той алды да ғой. Жаңа Еркіннің достары бәрі келе жатыр. Жаңа звондап жатыр, мына жақта кешкісін жиналады. Соң кейін ішімізде бар, бұзықтар өздері айналысады сіздермен. Кейбір қисық анамына болса көреді ақырын. Сіздер де берілмеңіздер, біз сіздерге жақында боламыз, қорғап қоршап жүреміз ғой. Сондай қызықты болсын, енді балалар бақытты болсын. Рахмет, аспандарыңыз ашық болсын. Жаңа тағы бір айтып кететін. Ана біз берік марқұм болып кетсіз жаңа. Енесісіз ба? Ана берік 62 жыл ғой деймін өтіп, бізде кіші болды ғой. 62, мына Еркінмен екеуі через дорога тұрды. Көрші болды. О кісінде әкесі Жұмашаға шабан болды, қойшы болған дейін. Сон өте керемет жақсы жігіт еді. Болды маршрутқа кеттік бол. Қойшының балаларын бәрі маршрутқа кеттік. Онандай музыкалардан бармай. Бір сондай қызық. Совет өкіметінде солай ойледім шық. Маршрутқа түссе, формасы әйбет қой, қыздар қарайды деп. Құдай, жас кезде бәрі адам нешеді. Қазір маршрутқа бармай-ақтар қыздар қарай береді ғой. Служба етпесең де жоқ, қарай береді. Заман өзгеріп кетті, 50 жылда ел жаңа деген сол міне. Көп сөйлеп қойдым. Кешіріңіздер, той-тойға боласын, аманшылықта болайық, бақытты болсын жастар. Құрметті құда-құдағилар, төрге шығуларыңызбен төрдегі орындарыңыз құтты болсын, әмсе орындарыңыз төрде болсын. Жаңа алтын асықтай мәпеле өсірген қыздарыңызды бізге беріп жатырсыздар. Екі баламыз бақытты болсын, ұзағынан болсын. Жаңағы Еркін туралы айта берсек, көп енді жартылай айтсақ қалған кеш жақын 25 кластасы келе жатыр, кеш жақын сіздерді сыйлайық, күтеді. Біз қазір кім қалай отырып, қалай ішкен бәрін бақылап тұрмыз. Кеш жақын соқыр өткізіп келеміз сіздерді. Біз разведкада жүрміз. Еркінімізбен айтатын, Еркінмен мақтанамыз. Біздің ортамыздағы профессорымыз, доцентіміз деп құрметтейміз, сыйлаймыз. Міне осы екі ұлымыз бар. Тағы да басқа да ұлдар, қыздарымыз бар. Енді Райгүл бір жағынан жаңағы мен қайын сіңлі деймін, бір жағынан келін деймін. Өйткені менің жолдасым кеш жақын тойға келеді, таныса жатасың, ағасы болып келеді. Біз Еркіннің енді кішкентайдан бірге өсіп, 10 жыл мектепті бірге бітіріп, бұйыртса міне келесі жылы 50 жылдық кездесуіміз. Аллам соған жеткізсін. Той құтты болсын, Райгүл, Еркін той құтты болсын, екі бала бақытты болсын.
Апа-аталар тойларыңыз құтты болсын. Төрдерімше қасымызда өстіп отыра беріңіздер. Кешкі тойда, тағы да үлкен тойда кездесеміз. Алла сол тойға жеткізсін. Ал енді құрметті ағайын туысқандар, құдалар, жастар бақытты болсын. Біз енді Еркіменен районы өте қатты сыйлаймыз. Келін құтты болсын. Раке, міне енді нағыз келін чай береді енді. Келінің алдында өзің де келін ұсап жүр. Аман бол. Енді Еркін екеулерің немерелі шөберелі болыңдар. Қалай деп айтам енді? Көп болсын немере. Ой, шатысып аттарына мынау күмет, анау күмет деп отырыңдар. Қандай емет, шіркінай ана баланың аты емеді анау деп. Не айтамыз енді? Үбірлі-шүбірлі болайық. Бұл Айбата біздің енді, мен енді атам қолын өскенмін. Әкемнің құрдасы былай айтқанда. Екеу қатар қой бақты, саргөктерді де, шолақта да, арқан керген мыңтекке, анау 40 кезден шола, бәрін көрдік. Шын жаяп жүрдік Еркін екеуміз, бәрін көрдік шын. Қойшының өмір деген оңай өмір өміреді сол. Осындай балалардың бәрін өсіп, жеткізіп, соны аман есен. Міне еліміздің Еркін дегенің ең мықты патриоты. Соны мықты оқу орнын бітіріп, оны бүткіл ана профессорлардың бәрін мойындап, Еркіннің өзі міне қазір үлкен азамат болды. Бір профессор бүткіл университет басы етшін айтқанда. Біз мақтанамыз достарымызбен. Кеше қой жайып жүрек, бүгін не болдық, қандай болдық деген сияқты. Сондықтан енді мынау құдалар енді сіздердің қадамдарыңыз 1000 жылдық болсын, 2000 жылдық болсын, 2000 жылдық. Қашаны 1000 жылға тоқтаймыз ол. 2000 жылдық болсын. Ал енді не айтамын енді? Аман болайық, жастар бақытты болсын. Соларға бәр жаңағы қамқорлықты жасайық. Солардың қызығын көрейік. Соларменен еліміз өркендеп өсіп, жаңа 3-тен, 4-тен, 2-тен сонда туа берсін, келіндері жүкті болсын, аман болайық. Бір өткізген жалындаған жас шағын, талай қызық күн өткізген қайдасыңдар достарым, достар жүрсің қайда, бірге де ғой жанымыз, ешқалысы осындайда кешір қайық бәріміз, ешқалысы осындайда кешір қайық бәріміз. Ендеше ол той болса екен, күн осындай мереке, той болса екен, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Ой, ерейді! Жездесіп айтақының ол әділ қамын, жетті суға құдай үшкір таңым алмын, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Ой, ерейді! Жандарбектің ұстазы ол ән күйден берген әділ қамын, алдарыңызда әншін қаймын, қайлайлым, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Ал құдалар жол болсын, дастарханың мол болсын, бақытты болсын, екі жақ біздің тірлік сол болсын, қайлайлым, қайлым, қайлайлым. Мұла Айтақынның әуенімен қандай керемет бір қол-соқ қоймаңыздар. Солқын бел самалыңда сағынамын, өш бұлап төріңнен мен табыламын. Абылмен Норбайда суға жүзіп, тамшыда
ағайын туыс бауырым, арайлап атып ақтаның арылмасын сауығым, аман болып қауымың, салған әнім жалғасар, дәурен ғұмыр алмасар, үш болақ жер төресі биік әркез үрісі. Ай, бәрекелді деп бір болса мінекей міне. Аумин. Аумин. Дастархан бай болсын, денсаулығың зор болсын, туған туыс аман болсын, үйінде құт береке болсын. Аумин. Демек сіздер өмірлерін аяп қалды, уақытта біраз жерге таяп қалды. Ал енді сіздер рұқсат етсеңіздер, құда тойдың бір жартысы осыменен аяқталды. Отырып шаршасаңыздар, тұрып билеп болайық кәнекей. Келгісі келмеген адамға екі үйден кейінгі үй алыс болып көрінеді екен ағайын. Бүгін міне Ераға мен Райса ханымның, Райгүл ханымның шақыртуын аласам алыс жақыннан ат терлетіп, бүгін осы құда тойының ішінде болайық деп, жол жүріп келген жолаушылар жолыққанда жолдарыңыз болсын деп, тойдың басын жолың болсын жолаушы әнімен бастауға рұқсат етіңіздер. Biik-biik taulарды, қызыл-жасыл болғанды, үлкен-үлкен қаланы, ауыз-ауыз
Міне Құдаға деген қаншама біздің ырымдарымыз бар, соның бірі қазақ еді қос табақ дейді, сый табақ дейді, ол өздеріңіздікі. Қайда апарып жейсіздер, оны өздеріңіз білесіздер, көршілерге апарып бересіздер ма, жоқ, жол жөнекей ма, міне сол сый табақты сіздерге Құдағи ағаңыз алып келе жатыр екен. Қарсы алыңыздар. Еркін ағамыздың балдыздары, қайнапкелері, Рагүл ханымның әпке сіңлі інілері осында. Нардай бүгінгі біздің баланың нағашыларын шақырайықшы, қошаметпен ортаға келейік. Қане, билер! Құрметті құдалар, бүгін енді мына төрге жайғасқандарыңыз құтты болсын. Мен енді Олжастың нағашысы боламын. Олжас кішкентай кезінен қолымызда өскен, жаңағы кішкентай кезінен көтеріп, қандай жігіт болды қазір. Сіздерге күйеу бала болып отыр енді. Есім Нұрстен болады. Мен енді үлкендер бар, енді олар келемей қалды тойға. Бүгін мен енді ат керіп келіп отырмын. Осы жерде ұлдардың атынан мен алдында өзі үш ағам бар. Үш ағам олар келемей қалды енді. Аслан деген ағамыздан үш жыл бұрын айырылып қалдық. Ол сияқты. Мен өзім Нұрстен боламын, нағашысы. Олжас деген біздің қолда өсті ғой енді. Ер жігіт болды, енді мына үйленіп отыр. Бір бас, екі бас болып отыр. Сіздермен құда болып отырмыз. Үштөбе мен енді Жетісу ғой, Талдықорған. Құдамыз енді 1000 жылдық деп жатыр, 2000 жылдық деп жатыр. Аман болайық. Екі жас бақытты болсын. Не дейміз, айта берсек сөз көп. Жаңағы осы тойдың бәрі бақыт қой, басқа тілейтін не. Жастар бақытты болсын, аман болсын, жұмыстар жемісті болсын. Тек қана ақ жол, тек қана осындай тойда кездесейік. Құда жекжат туған туыс. Мен Еркіннің бажасы боламын. Әлен жаңа мына тілектің бәрі тіреліп жатыр. Енді ең бір жақсы тілек болғанда бақыт дегеніміз осы ағайындар. Осы отырған отырысымыз бәріміздің алдымызда міне екі жас бақытты дейді, бақыт тілеп жатырмыз. Итакта бақытты деп ойлаймын ағайын туыстың арасынан. Барлықтарыңыздың денсаулықтарыңыз мықты болсын. Өстіп ойнап күліп тойларға ұласып жүре берейік. Енді мен бір анекдот айта кетейін, қарасыңдар. Енді Құдағи, біздің Құдағи сияқты қыз жатып жатыр екен да, Құдағиға айтып жатыр екен. Құдағи, мен қызымды қастерлеп, жаңағы күннің астына шығармай өсіргем десе, сізге табыстап жатырмыз деп. Құдағи тұрып айтады дейді, иә қызыңызға біз де күн көрсетпейміз деп айтады дейді. Сол енді прямой түсініп қалған ғой жаңағы. Сөйтіп айтады дейді. Құдаларыңыз 1000 жылдық болсын, күйеулеріңіз 100 жылдық болсын, өстіп ойнап күліп жүре береді. Ал енді құрметті құдалар, бүгін төрден алып жатқан орындарыңыз құтты болсын. Мен Райымгүлдің сіңлісі болып, Еркін ағаның балдызы. Ал енді айтатыным, екеуі бақытты болсын. Маған бері енді сіздер қыздарыңыз айтып жатсақ, біз енді Олжасты айтайық. Біздің Олжас айтып отыр ғой енді, кішкентай кезінен біздің қолда болды, нағашыларының. Өте пысық, өте ширақ, жақсы бала, жаман деп айтпаймыз. Әпкеміз өте пысық, біздің ширақ, жаңағы айтып жатқандай еңбекқор. Енді еңбекқордың шыққан бала жаман болады деп ойламаймын. Екі жас бақытты болсын, екеуінің көтеріп жатқан шаңырақтары биік болсын, дендері сау болсын, әрқашан күліп ойнап жүре берсін арамызда.
Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын, бағаным бері айтып атқандай. Осы тілеп атқан тілектің бәрі Алланың құлағына шалынсын. Әрқашан аман болып, бір-бірімізден сыйласып жүре берейік. Ал құдалар, келгендеріңіз құтты болсын, тойларыңыз құтты болсын. Мен Райымбек Өкенің сіңлісінің баласы боламын. Сол тойларыңыз құтты болсын. Олжас аға мен Аружан жеңге бақытты болып, өмір кешіп, және де болашақта көп балалары болсын. Не айтамыз енді, бәрі бақытты болсын. Сәлеметсіздер ме, құдалар? Төрден алып отырған орындарыңыз құтты болсын, келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Әрқашан осылай жақсы кездерде бір шаңырақ астында күліп ойнап жүре берейік. Аружан әпкем, Аружан жеңгеміз бен Олжас ағамыздың бас қосқандары осы екі жақтың арасында көпір болды. Тек осындай жақсы кездерде жинала берейік. Мен Олжас ағаның білесі боламын. Райымбек Өкенің сіңлісінің қызы болып келемін. Бойында қалыстым, жайнаған гүлдей құрбым сен, жағада тұрдың сен. Жалын өлгіде, қайнасың толқынде, семізде арманым, сыр бойын шарладым. Семізде кішекелері осында барлықтарын ортаға шақырайық кеттік. Ардақ бастаған мәулен бәріміз келеміз кәрі. Шабалақпен қошамаша бейдеп. Кетер махаббат шіркін солай, өзіңдей сұлуды қарату күнге оңай, жүректі жолай жасайымсың өзің. Сондықтан да міне керемет адамдар, сөз өздеріңізде. Ал құрметті де қымбатты құдалар, ағайын туыс, құда жекжат, тойларыңыз құтты болсын, төрден алған орындарыңыз құтты болсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын, аман есен балаларымыздың қуанышын бөлісіп жүре берейік. Талдықорған мен Үштөбенің арасы жол болсын. Тек болашақта балаларымыздың жақсылығын, тек қуанышын көрейік. Ұрпақтарымыз өсіп өне берейік. Тойларымыз той қыласын. Осы бүгін тілеп жатқан жақсы дұға тілектер қабыл болсын. Ата-аналарымыз үлкен кісілердің беріп жатқан балаларымыз бақытты болсын. Рахмет, той қыласын. Ал енді құрметті бізге өкілеген үміттерін өсіріп баптаған қыздарыңызды беріп отырған біздің құдағилар, бүгінгі келген қадамдарыңызға нұр бітсін. Қош келдіңіздер. Енді осы тойымыз тойға ұлассын. Ерағаң мен Райымбектің артынан енді келе жатқан інісі мен абысыны болғаннан кейін осы кісілермен әрқашанда біргеміз. Бүгін енді кішкене кешігіп қалдық.
ана жақта мен өзім қайын жұртымды күтіп жатырмын. Өзімнен кейінгі сіңілім Үшбұлаққа қызын ұзатып жатыр. Сонымен екі ортада жүріп жатырмыз. Сондықтан осылай сіздерге де той болсын. Сіздер де өстіп біз сияқты бір күнде ұзатуға, тойға, шапқылауды Алла нәсіп етсін. Әрқашанда дастархандарыңыз жақсылыққа жайылсын. Ең бастысы балаларымыз бақытты болсын. Мен ойлаймын, өте жақсы семья болып кетеді. Еліміздің бір үлкен отбасы болады деп ойлаймын. Өйткені сіздер сияқты ата-аналардан, сіздер сияқты үйден тәрбие алып шыққан қыз бен ұл үлкен бір жақсы семья болуға тиіс. Солай сенемін. Сондықтан енді қайнаған мен абысынның көптен күткен қуанышы енді бар жоғы өздеріңіз біліп отырсыздар ғой, ол бір қыз сол бетіне қарап отырған. Сондықтан мен ойлаймын, қыздарыңыз осы үйге қыз болып келіп, жаңағы осы үйдің жаңағы Райгүл абысынымның қолында бір үлкен отбасы болады деп. Сондықтан еш уайымдамаңыздар. Жақсы, сіз бізіміз жарасқан құда болайық. Құда 1000 жылдық дейді. Сондай 1000 жылдық құда болып, өстіп әрқашанда басымыз бір-біріміздің жақсылығымызда, тойымызда қосылсын. Жаңа енді айтылған ақ тілектердің барлығына қосыламыз. Аман болыңыздар. Тойымыз тойға ұлассын. Не айтам енді? Рекең енді қолы ұзарып, осы келін алып жатыр ғой енді. Біз де өзімізде келін түсірек, екінші келініміз түсірек деп отырмыз. Сондай жақсылықтарда басымыз қосылсын. Рахмет баршаларыңызға. Ассалаумағалейкум. Құдалар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Мына бағанадан айтып жатқан дұға тілектер Алла тағаланың құзырында қабыл болсын. Олжасымыз бен келініміз бақытты болсын. Алла тағала бар бақыттылығын, жақсылығын үйіп төгсін. Келесі жылы Алла бұйыртса шілдехана тойға Алла тағала басымызды қоссын барлығымыздың. Тек қана жақсылықтар болсын. Бәрілеріңізге Алла разы болсын. Ары бері жүргенде аман есен үйлеріңіз жетіңіздер. Кешке үлкен тойда жақсылықта жолығайық. Тек қана жақсылық болсын. Аға жеңге бақытты болсын. Олжасымыз бен Арукамыз. Қуаныштарыңыз ортақпыз. Тек қана жақсылық тілеймін. Өзімізге не тілейміз, баршаларыңызға соны тілеймін. Тек қана жақсылықта, той думанда Алла тағала барлықтарыңызды жолықтырсын. Аман болыңыздар. Өзгермейді, өзі сондай адам ғой, барлық тұға мәне көрсіңіздер. Әлгі ауызынарсы асқазаны көрінеді деймін, бүгіздің бәрі көрінеді ауызынарсы ішіне. Енді міне бүгін керемет бір қуанышта жүрген кісілер. Жаңа айттыңыздар ғой, қай ата-ана баласына жамандық жасайды, ойлайды. Сондықтан да барлық ата-ананың ойы арманы балалары өссін, өнсін дейді. Сондықтан да міне келін алып, қуанып атқан жайлары бар. Тағы да бір қол соғып қояйық кәдеге. Енді ераға Райымгүл ханым, қазақтың бір сөзі бар. Ұл қызың жақсы болса, жердің үсті жақсы дейді. Ұл қызың жаман болса, жердің асты жақсы дейді.
Сіздердің ұл-қыздарыңыз жақсы болып, жердің үстінің жақсылығын көреді, Құдай нәсіп етсін деп тұрған солай. Міне сондықтан да мынау 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні жаңа құдалардан да айтып отыр, біз барып кішкене дайындалсақ па деген әңгімелер болып жатыр екен. Әлі той бар деп алдымызда. Біз ғой еркек адамдар айтып бірдеңе әйеліне береді, соны киіп жүре береміз. Бұл әйел адамдар ғой бұнда. Бір жерге кірсе шықпай жаңағы жүретін. Сондықтан да міне 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін осы кісілерден тыңдайық кенеге. Құрметті біздің үштігеді келген асыл құдаларымыз, қадамдарыңыз құтты болсын. Осындай береке бірлікте ынтымақта жүре берейік. Осы біздің тойымызға ортақ болған менің ата-енем, ата-анам, бауыр туыстарым және кластастарым, барлықтарыңызға береке бірлік, ынтымақ тілеймін. Осындай үлкен тойдан тойда кездесе береке. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Осындай аумалы төкпелі заманда бейбітшілік болып, сол бейбітшіліктің арқасында тойымыз тойласып, байлыққа, қуанышқа, жақсылыққа келе берейік. Жақсылық болсын арқасында. Рахмет сіздерге. Міне көрдіңіздер, қандай керемет бұл кісіні айтып жатырмыз ғой енді. Жақсылығын айт дейді бұл кісі, тамаша қаншама шәкірт шығарып жатқан. Алталаштың басы қосылса, ұстаздың орны төрде екен ағайын. Сондықтан да бір қоса оқпайық осындай асыл ұстаз жандарға. Ал енді еркек табады, әйел ұқсатады дейді. Осы бәрін тауып жасап, бүгін мынандай дастархан, көңілді отырған отырыс, ол қашан да әйел азаматтың қолынан келеді. Сондықтан да мына Арайгүл ханым былай дейді. Ал енді құрметті құдалар, келген қадамдарына гүл бітсін. Алдымызда үлкен той. Енді екі бала бақытты болсын. Енді басқа ешқандай не жоқ қой. Екеуі бақытты болса, ата-ананың өзі де сол қарап бақытты болады. Не деймін енді? Әрқашанда жүздеріңізді күлкі кетпесін. Сіз біздің сыйласымыз жүре берсін екі ортада. Сол үлкен тойда кездескенше деп қойды. Енді құрс үйден құр шықпайды деген ырымымды берейін сіздерге. Мен асқайрайым, бірақ мына баланың, Олжа ханның әкесі рұқсатымды берейін, еркін өзі батасын берсін. Жолымды берейін. Амин. Ал батамды берейін, үстем молсын берейін, малға толы берсін, ал сүтсін кенен бастары болып қонбасын, өмір гүлдерін солмасын, төбелеріңізге күлелап тірліктеріңіз болмасын. Осындай алтын көпір салып жатқан екі баламыз бақытты болып, сол бақытты жақсылыққа кенеліп, тойдан тойда береке бірлікте ынтымақта жолға береке. Айтқаныңыз келсін. Олжас бәрі өздері келіскен, ақшалай өздері ұнатқан заттарын алады деп. Көрпе жасықта үйде тұр, анеқа квартираға шыққанда өзіме келеміз. Міне, қолыңызға тапсырдық. Өзіңіз құдағи свидетельсіз қыздың дастарханын деп дәм нелерін бәрін алып келдік. Жетіне дейін шылап, оны бәрін үйде қалдырып кеттік. Осы жерде мен құдағидің қолына тапсырайық деп, төсек орын ақшасын 1 миллион ақша алып келдік. Сол енді қабыл етіңіз енді, мамасы айтып отырды, көрпе жастығын өзім бөлек шығару сонда бұрып беремін деп. Төбеде. Құдалар, билейік құдалар, көңілі
көтеріңдер төрледіңдер құдалар, қанекей құдалар, билейік құдалар.